Эссе жанры әдебиетіміздегі оқылымды да өтімді салаға айналды. Оның себебі эссенің кейіпкерлері көбінесе бүгінгі күннің қаһармандары болып келеді. Еліміздегі ең мықты эссеші әлемдегі ең танымал жұлдыз туралы кітап жазды. Армысыз ағайын. Бүгін Мақсат Тәжімұраттың Шыған дауысты аңсау атты эсселер жинағын талдауға келдік. Үркерде қонақта автор Мақсат Тәжімұрат, Серік Асылбекұлы мен Қанат Әбілқайырды шақырдық. Үркерге қош келдіңіздер. Әлемдегі қазіргі кездегі ең танымал жұлдыз Димаш Құдайберген әнші. Сол маңдайымызға біткен бақ қой енді. Бүкіл әлем бүгін тамсанып, атын жаттап, әнін тыңдап, қай жерде концерт берсе, сол жерге дүркіреп тыңдармандары көшіп барып жатқан әнші біздің өзіміздің қарагөз қазағымыз. Ал енді оған біздің қатысымыз, мына отырған сіз Димаш туралы Шыған дауысты аңсау атты кітап жазып бітірдіңіз. Бүгінгі тәуелсіздік алған кезімізде мақтанатын дүние ғой шынымен. Осы ой, осы идея сізге қалай келді, осылай бір батылдық? Жалпы эссе жазушылардың бір ерекшелігі прозашылар мен ақындар мен прозаиктермен салыстырғанда олар дәуірді онша талғай бермейді. Мәселен, мен 20 ғасырдың басын жаздым. Эссе жазушы ретінде Омар Қараш, Шәңгерей 20 ғасырдың басы. Мына кітаптар мен алдына қойып қойдым әдейі. Содан кейін күрт 40-шы жылдарға ауысып Мәншүктің өмірін жаздым. Орысша, қазақша 2 кітап шықты биыл. Одан кейін екеуінің аралығында 21 ғасырдың осы біздің күндерімізге 21 ғасырдың екінші ондығынан бірақ секірдіппін. Сонда анау телепортациялана береді да эссе жазушылар. Бір дәуірден екінші кезеңнен үшінші кезеңге емін-еркін телепортациямен көшіп қона береді. Бұл біздің эссеистердің өздерінің жалпы эссе жанрының өзінің бір заңдылығы. Оның ішінде енді осы заманды жазудың өзінің қиындығы жоқ емес. Себебі жаңа айтып отқан 20 ғасырдың басы, 40-шы жылдар туралы да, оның алдындағы ғасырлар туралы да ол жерге ешкім барып келген жоқ. Кейде ойдан қосып, кейбір авторларымыз жаза береді мәселен. Ол өзіміздің де басымызда болады. Кім барып келіп дейсің деп жаза саласың. Бірақ бүгінгі заманға келгенде оның ішінде Димаш туралы бүкіл қалың қауым, әлем халықтары білетін, оның ішінде қазақ жақсы білетін тұлғалар туралы жазған кезде әрине оның жауапкершілігі 3 есе 4 есе көп болады екен. Себебі бүгінгі заманнан алыстап кетпей тұрып, оның объективтілігін өзіңіз білесіз, кез келген автор өзінің объективтігін жоғалтып алу қаупі болады. Субъективтік пікірлер араласып кетуі мүмкін. Жан-жақтан әртүрлі пікірлер, диаметралды қарама-қайшы пікірлер әсер етіп отырады. Соның барлығының арасынан шығу оңай болған жоқ әрине. Себебі Димаш әлем халықтары тарапынан толыққа жуық өзінің бағасын алып болғанменен, біздің өзіміздің қазақтың тарапынан әлі де болса да бір тоқтамды пікір қалыптасып қойған жоқ Димаш туралы. Неше түрлі әртүрлі ойлар болады, пікірлер бар. Ал енді бұл кенеттен келдім деп те айтуға болатын шығар. Мен жалпы Димаш 16-шы жылдың аяғында бастап шықты ғой, Қытайда, Сингерде. Ал мен оны 17-ші жылдың көктемінде бірақ тыңдадым. Димаш дейтін әнші бар екендігін 17-ші ғасырдың көктемінде бірақ тыңдадым. Өзімнің әлгі Қаскелеңдегі өзім Сарғора деп атайтын шығармашылық үйімде эсселерімді шимайлап жатқан жазушы едім. Бір күні қызым келді, ноутбугын арқалап. Папа, осындай бір жас жігіт, біздің қазақтың Димаш дейтін Құдайберген, бүкіл Қытайды дүниежүзін шулатып жатыр ғой, естісің бе деп, жоқ естіген жоқпын дедім. Онда көрсетейін деп, сол жерде ноутбугын ашып, сөйтсе 10-шы эпизод болайын деп жатыр екен. Мен сөйтіп, бірақ бірінші эпизодтан 9-шы эпизодқа дейін бірақ тыңдадым да, сол жерде бірінен кейін бірін. Сосын қызыма айтыппын, мен мына жігіт туралы жазам деппін.
Демек тапсырыс болған жоқ іс жерде. Ешқандай тапсырыс болған жоқ. Баспалардан іс жерден. Ешқандай. Тек өзімнің бастамашылығыммен, өзімнің ынтаммен, ықыласыммен. Енді бұл өте бір өтімді тақырып қой бүгін. Сыртында Димаштың суретімен қойып кітапты шығарып сатылымға жіберсе тез тарап кетеді. Сол бір баспалар қызығушылық танытып отырған жоқ. Бұл енді таза коммерциялық жоба. Қазіргі кезге дейін әрине Қытайменен келіссөздер болды, бірақ олардың о жақтың қойған талабы әуелі өз ареалдарыңда, өз аудиторияларыңда шығу керек кітап. Біз содан кейін барып аударуға ынта білдіре аламыз дегендей әңгіме болды. Ол бір шарт екен олардың негізі. Оларды дұрыс түсінемін. Бірақ сөйтіп шетел естіп ынта қойып жатқан кезде біздің инвесторлардың, біздің демеушілер жағынан бір пәлендей бір ынта бар деп айта алмаймын кітап шығаруға. Оның себебінің ойымша жалпы Қазақстанда кітап нарығының әлде де дұрыс қалыптасып дамымай жатқандығынан ма деп ойлаймын. Себебі қазіргі баспагерлердің барлығы үкіметтің тендер алып, үкіметтен тапсырыс алып, солардың кітап шығарып, жаңағы соған үйреніп қалған. Кітабыңыздың тағдыры да Димаштың өзінің тағдыры сияқты болып тұрған жоқ па? Мысал үшін бізде кеңес заманында Ерік Құрманғалиев біздің консерваторияға келіп емтихан тапсырған, білесіз, иә? Сол кезде бұның дауысы жарамайды, бұл кейін түкке жарамай қалады деп бізге оқуға қабылдамай қойған кезде Мәскеу қағып әкетті. Содан бүкіл әлемнің жұлдызы болып кетті. Енді Димаш туралы да кейде түрлі әңгімелер айтып қаламыз ғой. Бізде Қазақстанның ішінен гөрі сыртта оған табынушылар өте көп. Сіздің кітабыңызда мүмкін сол жолды ұстанар мүмкін. Сыртта танымал болып кетер. Әрине, солай болуы да мүмкін, бірақ алдымен менің ойымша қандай өнер туындысы болсын, шығарма болсын, алдымен өзінің топырағына тарап, шығып, содан кейін барып шетелге шыққаны дұрыс деп ойлаймын. Әуелі өзіміздің аудиторияны мойындатып. Қазір әдебиеттің өзінде де параллельді проза деп атаймын мен, кейде әдебиет деп атаймын. Мәселен, көптеген біздің орыс тілді жазушылар, ақындар қазір Қазақстаннан белгісіз. Қазақстанның жазушылар одағының есігінің қай жағынан ашылатынын білмейді. Бірақ шығармалар орыс тілден тікелей ағылшын, испан тілдеріне аударылып, әлем халқы олармен танысып, қазақ әдебиетін солар арқылы, параллельді әдебиетіміз арқылы танып жатыр. Сол сияқты болмау керек деп ойлаймын. Димаш туралы сіздің кітабыңызға, эсселер жинағыңызға қатысты белгілі өнер қайраткері Берік Жүсіппен сөйлестім. Телефон арқылы мынандай пікір айтты. Сіз және Димаш туралы. Бұл Мақсат Тәжімұрат, мынау біздің кейбір қаламгерлеріміз болады, мына белгілі бір деңгейге көтерілгеннен кейін басқа салалардың мамандарынан да озық пікір айта алатын. Мына Мақсат Тәжімұрат маған қазір біздің осыған дейінгі өнер танушылар айтпаған пікірлерді айта алып жүр. Біздің мына өнер танушыларымыз кеңес заманында, содан кейін сол инерциямен бергі уақытта үйреткен, өздері алған білім теориямен ғана шектеліп қалып жатыр. Ал кімнің мақаңның кішкене диапазоны кең. Және мына музыка саласында көптеген қызықты ойлар, идеялар осы Димашқа қатысты талдаулар жасады. Мен өзім музыка танушы ретінде өте қатты қызықтым деп айтты. Сіз енді осы Димашты зерттеу барысында осы саланы зерттедіңіз бе? Жоқ, әлде жалпы өзіңіздің эссе жазушы адамға, қаламгер адамға қажетті білім осындай деңгейде деп ізденіп жүрген біліміңіз бе? Кітапты мен 2017 жылы тамыз айында бастаппын. Содан ол басталған кезде мына Алматыдан Алтын Ордаға дейінгі жол, 10 жолақты жолдың құрылысы басталған тұғын сол тамыз айында. Мен кітабымның соңғы нүктесін 22 жылы сәуір айында қойдым. Жаңағы 4,5 километрлік 5 километр жол, әлі жол құрылысы біткен жоқ. Бірақ мен мәреге бірінші жеттім. 5 жыл отырып. Егер біреу менен сол кітапты осылай... Сонда 5 жыл жаздыңыз ба? 5 жыл жаздым. Сол осы кітапты сол 5 жыл бойы отырып жазып шығыңызшы қайтадан десе, алт басындай алтын берем десе келіспес едім. Анау азап, 5 жылғы мігірсіз еңбек, ұйқысыз түн, күлкісіз күн. Себебі мен жаңағы шынында мен эссеист жазушы болғанменен
мен музыка жөнінде вообще бір жол жазып көрмеген адам бұған дейін. Мен әуелі музыканың не екендігін, музыка танудың не екендігін, мына вокал деген нәрсе, мынау вокальный педагогика дейді жаңағы, музыкалық педагогика деген. Соны танып білу үшін 2 жыл уақытымды тек қана сол дайындыққа арнадым. Содан кейін барып, мен шынымен уже тақырыпқа ендім. Қаншалықты қиын болғандығын. Бірақ енді жаңа берік айтпақшы, өзім ойымша мен әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін музыка танушылардың қатарына жетте қалған шығар. Бірақ мен кітабымның астына мынандай подза қылып қойдым, тақырыпша. Ол ізгі ниетті тыңдаушының кітабы. Бірақ жаңалық айтқыңыз келді. Бірақ мен бәрібір дилетантпын, мен тыңдаушымын. Мен тыңдаушының өзінің ой пайымы. Мүмкін сонымен де ерекше шығар. Бұл енді ана Азияның Олжас Сүлейменовтің книга благонамеренного читателя дейтін Азияға қойған подтақырыбы маған ой салды. Бәрекелді. Секе, эссе жанры бізге керек қазір деген әңгімені айтасыз ба маған қазір? Иә, өте керек деп айтам. Өйткені эссе жанры қазір мына 21-ші ғасырда, 20-ші ғасырдың аяғында қайтадан өзінің ренессанстық дәуірін бастан кешіп жатыр деп ойлаймын. Эссе деген бұл француз сөзі, қазақшаға аударсақ, нобай, очерк дегенді білдіреді. Мына батыс әдебиеттанушылары бұны авторлық проза деп айтады. Өйткені, мысалы, сіз Чеховтың, Толстойдың шығармаларын оқып отқанда автор көрінбейді ғой. Бейне ондағы оқиғалар өз-өзінен жүріп жатқан сияқты, объективті түрде. Ал эсседе олай емес. Эсседе біріншіден дүниеде болған нақты адамдар туралы документальды сипаты өте басым. Екіншіден, бұнда эссенің басты кейіпкерлерінің бірі сол автордың өзі. Ол өзін жасырмайды. Мысалы, Әуезовтің, Бейімбет Майлиннің немесе Хемингуейдің шығармалары сияқты өзін мүлде көрсетпей қойғысы келмейді. Осы арада бір сұрақ қойыңызшы сізге. Стефан Цвейгтердің жазғаны, содан кейін Андре Маруаның жазғаны Бальзак туралы, Буниндердің жазғаны Толстой туралы. Бұлар негізінде эссе емес қой, әлде әдеби эссе ме? Бұлардың бәрі әдеби эссе. Мынау енді әлемдік әдебиетке келетін болсақ, ең алғашқы мынау әдебиеттанушылардың зерттеуі бойынша Мишель Монтенье деген мынау француздың эссеист жазушысы бар. Соның «О воспитании», тәрбие туралы дейтін бір кітабы бар. Сол өзі мына эссе жанрының мына әлемдік әдебиеттегі ең алғашқы үлгілерінің бірі ретінде аталады. Содан кейін жаңа өзің жақсы айтып кеттің, мынау Андре Маруаның атақты «Прометей» или «Жизнь Бальзака» дейді. Енді қазақша аударылған жоқ, сондықтан мен орысша атын айтып отырмын. Сондай тамаша эссесі бар. Ол енді мынау Бальзак туралы жазылған талай зерттеулер бар ғой. Бірақ Бальзак туралы қандай докторлық диссертациялар қолданды. Бірақ барлығы сол Андре Маруаның эссесіне тоқталады. Өйткені онда Бальзактың бүткіл адамдық жазушылық келбеті керемет дәлдікпен ашылған. Содан кейін жаңағы өзің айтқан Стефан Цвейгтің Бальзак дейтін атақты эссесі бар, дүниежүзіне мәлім. Эссе жанрында Эрнест Хемингуейде өте табысты бір кітабы бар, «Праздник, который всегда с тобой» деген. Өзінің жастық шағы Парижде өткен ғой. Сол кездегі Париждің өнер қайраткерлерімен қалай танысты, қалай бірге жүрді, солардың бәрін жазатын Скотт Фицджеральд, солармен бірге, басқа да өнер қайраткерлерімен бірге. Енді осылай келе береді. Сосын енді өзіміздің әдебиетке келетін болсақ, біздегі эссе жанрының бір тамаша үлгісі менің ойымша Тәкен Әлімқұловтың «Жұмбақ жан» дейтін Абай туралы эссесі, зерттеу эссесі. Сосын мына Қадыр Мырзалиевтің «Жазмыш ирім» дейтін нелерінде мен әдеби эссеге қосар едім. Тұрсынжан Шапай. Иә, Тұрсынжан Шапайдың Абай туралы тамаша эссесі бар. Ой төбінде жатқан сөз. Иә. Бірақ бәрібір эссе бізде дамымай тұрған сала ғой. Иә, мен соны айтайын деп отырмын. Бірақ енді ол аз ғой, біз сияқты көл көсір әдебиетке бір 2-3 адамның. Енді мен сол әлемдік традицияны мына жаңаша дамытқан қаламгер ретінде
Мақсат Тәжмұратты айтар Енді осы жерде тағы бір сұрақ. Иә. Менің мына алдымда көп кітаптар тұр, міне. Шетінен көрсетіп өтейін. Бұл енді жартылай өзі айтқандай жаңағы жартылай қазақша, жартылай орысша, е? Міне. Шетінен көрсетіп отырайын. Ішінде батыс алашорда деп бұл кішкене зерттеу жағы кішкене көбірек болу керек. Шәңгерей, мінекей. Сосын кейін мынау Мәншүктің өмір туралы орысша және қазақша, е? Мұз бен жалын жыры дейді. Мына мұз бен жалын жыры деген тақырыбының өзі эссенің тақырыбы ғой. Солай ғой. Содан кейін Ғұмар Қараш, мінекей. Кәбиса жыл деген мінекей қомақты кәдімгідей кітаптар. Осының барлығы қазақша, орысша. Мен енді қаламдас ретінде, ағалы, інілі ретінде кезінде бірге Мұхтар Шахановтың қарамағында бірге қызмет істегендеріңізді де білемін. Осы Мақсат Тәжмұраттың жекелей өзінің эссе жанрындағы еңбегі туралы не айтар едіңіз? Мынау жаңа Жүсіпбек өзің айттың, ана Шәңгерей туралы, сосын батыс алашорда туралы кітаптарында мен кезінде оқығам. Бұлар енді эсседен гөрі бұлар таза ғылыми зерттеулер да. Ал енді жаңағы өзің айтқан Мәншүк туралы, сосын мынау Майра Уәлиқызы Шамсуддинова туралы. Мына кітап қой. Мағира деген өзінің шын аты ғой енді Майра. Осы туралы кітап, сосын Димаш туралы кітабы, бұл енді таза эссе. Эссе деген жаңа айттық, автор қатысып отырады. Сосын бұнда мына ғылыми зерттеу кітаптары бұла қасаңдау болады ғой. Эсседе эмоция басым болады. Автор өзінің сезімін жасырмай қосып отырады ішіне. Сондықтан ана көптеген кітаптар эссе жанры өте үлкен тиражбен шығады шетелде, миллиондаған тиражбен. Мына бұрынғы Американың, Францияның президенттерінің өзінің өмір жолы, ана билік басындағы жылдары туралы эсселері мысалы, батыста олар бестселлерге айналып кеткен. Көп оқылатын себебі бұл өмірде болған нақты оқиғалар туралы айтады да. Бұнда иносказание, мынау мистика дегендер жоқ. Бұл таза жағы қан сорғалаған заманның шындығы ғой. Сондықтан да бұлар оқырмандардың тарапынан өте үлкен зәрулікке ие. Ал енді Димаш туралы неге жазды дегенге маған мынандай ой келеді. Мен ойлаймын, осы 21 ғасырда қазақ халқы, оның ішінде түрік халықтарының ренессансы басталды ма деп ойлаймын. Қай түрлерде? Орысша жазылған еңбек екен. Бірақ біз қазақша үзінділерімен танысудан бастадық, е? Осыған сенің қатысың бар ғой деймін. Бір күн ағамыз хабарласты, сөйлестік. Осы Димашқа қатысты алғашқы жазбалар болу керек аға, е? Алғаш басталған кез. Сол орыс тілінен өзі аударып, бір 7-8 бөлім болу керек. Аударды ең алғаш оқырманы сол күндері мен өзім болдым, редактор ретінде. Өте маған қызықты болды. Жалпы бағанадан бері айтылып жатқанда эссе жанрында айтып отырмыз ғой. Бұл жанрдың ең алғаш Мақсат Тәжмұрат біз Казгуды бітіп келген кезде эссенің қалай жазылуға қажет екенін практикада бізге көрсетіп берген еді. Ана тілінде бұл кісі редактор болып отырды. Мен сол жерде жұмыс істедім. Эссе дегеннің негізгі мақсаты саған дейін бір тұлға жайында эссе жазып отырсаңыз, кейіпкеріңіз туралы саған дейін ешкім айтпаған ойларды айта білу деген дүниеде бар да негізінде. Яғни Димашқа қатысты осы уақытқа дейін түрлі дүниелер айтылуы мүмкін, бірақ соны Мақсат Тәжмұраттық көзқараспен бере білді. Сол күндері өте қатты жеке оқырман ретінде маған әсер етті. Оның артында біздің оқырмандар тарапынан да түрлі пікірлер айтылды, жақсы да пікірлер айтылды, соның басқа да пікірлер болады. Енді әртүрлі ғой. Бірақ енді ашық ақпараттық порталда бұл жазбалардың алғашқы нұсқасы солай жарияланған еді. Маған тікелей Димашты өз көзқарасымнан азаматтық тануға жол ашты деп айтуға болады, мойындауға болады. Димаш ең алғаш шыққан кезде біз опера 2 деген Витастың әнін шыққан кезде 10 күн ба, 15 күн ба тек қана соны тыңдаған едім мен. Содан бастап біздің де қарсы болғандар да болды, сол кезде қолдағандар да болды. Сол Димаштың жолын ашқандар да бар, иә? Кедергі жасағысы келгендер де бар.
осы эсседе қамтылған ба сондай нәрсе? Екеуіңізге де сұрақ. Қамтылған айтылады аға, бағанағы осы біз ең үлкен бір бөлігі бағанағы Димаштың аяғынан шалушыларға арналған дүниелер болды аға. Әрқайсысы атымен сөздермен олардың айтқан пікірлерінің қаншалықты орнықты, қаншалық орнықсыз шыққанына дейін ринат-сайттардың қарсылығы болып еді ғой. Оларға дейін әрқайсысына жеке-жеке автор мән берген болатын. Осы жалпы Димаштың кітабында көңіл бөлген нәрсем сингерге тап болуы бағын ашқан. Сол кездейсоқтық болды ма, бір заңдылық болды ма деген мәселені көп зерттедім мен. Менің ойымша сол анау бір орыста бір сөз бар ғой Европада, керек уақытта, керек жерде табылу. Солдың өзі де менің ойымша оның жолынан жаңағы Ертай Жанттың табылуы, соның көмегіменен бірнеше Ертай бірнеше адам дайындаған. Димашты қолынан жетектеп Қытайға алып барған ең бірінші алып барған сол жігіт. Ол бірнеше адамды таңдаған екен. Маржан Арапбаева да бар, осы Гаухар Қатыспақова да болған ішінде. Өзі Қытайда оқыған жігіт бағана? Өзі Қытайда оқып келген жігіт, 3 жылдай магистратурада оқып келген жігіт. Бірнеше әншіні таңдаған, бірақ олардың біреуі командировкада болған, біреуінің гастролі болған. Мәселен, Маржан Арапбаеваның қытайша айтқан жақында Ертай неге әлеуметтік желіге салды, әке деген Қытай әнін қытайша айтқан. Тамаша айтып шыққан Маржан. Бірақ оның шарты келмей қалған Маржанның. Димаштың оған шарты келген. Уақыты да болған, оны жіберген, материалдарын да дер кезінде берген кімге Ертайға. Сөйтіп, былай қарағанда кездейсоқ сияқты болды. Тап болғанда. Бірақ анау қазақтың әлгі бағы бар дейді ғой жаңағы. Сол жерде жұлдызы жанып кетті. Сондықтан бір ана тағдырдың бір ретті кездейсоғы деп ойлаймын. Екіншіден, жалпы мұның өзі не қандай кездейсоқ? Бұл тарихи заңдылық болуы да мүмкін деп ойлаймын. Себебі 17-ші жылғы Ресейдегі төңкерістің алдында орыс мәдениеті бұрын соңды болмаған қарқынмен дамыған екен. Гүлденген екен. Анау музыка, балет, живопись, кескіндеме өнері, әдебиет, поэзия, прозасы, шынында қазір болсаң, серебряный век, күміс ғасыр дейтін сол бір жаңағы 20-15 жылдың көлемі. 20-шы ғасырдың басы, 17-ші жылға дейін. Соның ішінде жаңа Вертинский дейтін, әсіресе жаңадан стиль алып келген, орыс шансоны дейтін жаңадан стиль алып келген. Солардың бәрі неге гүлденді десе, қазіргі зерттеушілер айтады, орыс мәдениетін зерттеушілер. Бұл мына катастрофаның алдындағы гүлдену. Мәдениет гүлденеді екен. Әлеуметтік сілкіністер, үлкен жойқын сілкіністердің алдында. Қазір қарап отырсам, біздің де қаңтарға дейінгі, кеше қаңтар оқиғасына дейінгі, ковид эпидемиясына дейінгі, осы соның алдындағы саяси бір күрт өзгерістердің алдында болмаса да қатысы бар. Орыстар мен украиндардың соғысы. Мына геосаяси әртүрлі кикілжіңдер, жанжалдар, әскери қақтығысты. Соның алдында қазақ мәдениеті де ерекше гүлденіп, соның ішінде қазақ эстрадасы керемет дамыған екен. Соның ең алғашқы ізашары менің ойымша Димаш болған. 11-12 жыл жас қанаттан 11 жылы ұтып алды да, әрі қарай 15 жылы Славян базарын ұтты, 17 жылы Сингерді жарып шықты. Одан кейінгі сол кезеңді қарасаң, Димаштан кейінгі бүгінгі күнгі 5 жылдың арасында қазақтың рухани салаларының барлығында да күшті өзгерістер жүрді. Оның соңына легі-легіменен анау Даниял Тулешева, Ержан Максимге дейін, балдарға дейін. Мынау Сингер кешегі Голста, Ресейдің Голысындағы жігіттеріміз барлығы бір керемет бір гүлдену процесі болды. Соның барлығы қазақша айтқанда предкатастрофа деп айтуға болатын сияқты деп ойлаймын. Бұның бәрі тарихи заңдылық па деп ойлаймын. Осы кездейсоқтыққа байланысты мен бір қоса кетсем, Димаштың өмірінде кездейсоқтықтар өте көп екен. Ағаның кітабын оқып бастадық. Одан кейін менің әлемде Димашты өзімше тану деген дүние басталды. Бір кездейсоқ 3-4 оқиғаны айтып берейін, бізге қызықты болатын шығар. Бұл енді кейін менің өзімнің тарапынан қараған кезде. Димаш 24 маусым күні дүниеге келген. Димашты әлемге танытқан Самалтау әнінің авторы деп. Берік Жүсіп айтады, Самалтау әнінің авторы Сапалай Исатайұлы. Сарысу жақтың адамы деп айтады. Сол кісі сол 24 маусым күні 28 жылы Димаштың туған күні ату жазасына кесілген. Екеуінде мистикада кездейсоқтық бар ма, жоқ па? 24 маусым деген дүние.
Содан неде Америкада Сильва Сандовал деген апамыз 94 жылы 24 мамыр күні Майкл Джексонның қолтаңбасын алады. Өзі сұрамайды, Майкл қалдырады. Қолтаңба бір суретіне салып береді. Сонда бұны не істеймін дейді, мен сізден сұраған жоқпын ғой, жедел жәрдем Майкл Джексонды емдеуге келген. Мен сізден сұраған жоқпын ғой дейді, кейін өзің қалаған адамыңа берерсің дейді. Кейін ана суретті көрген сайын кімге берсем деп ойланып жүреді. Кейін Димашқа бергісі келеді. Димашқа апарып берсе, Димаш қарайды, тура туған күніне жазылған қолтаңба. Кездейсоқтық па? Сонда туған күні 24 маусым ғой. Мамыр. Тура сол 24 мамырда Майкл Джексон Димашқа қолтаңба қалдырып кеткен. Яғни осындай кездейсоқтықтар Димаштың өмірінде өте көп. Мистикалық асты мағынасы бар нәрселер. Кездейсоқ дүниені айтып отқан ағанікі дұрыс. Кездейсоқ дүниелер Димашты жетелеп әкеліп, әлемнің сахнасына шығарып берді. Бұны ессенің тақырыбы көтерген мәселелері біздің прозамыздан, поэзиямыздан да қызық болып бара жатыр. Байқайсыз ба? Кеше маған сол Берік Жүсіпов айтты, бұл Димаш жан жақты өнер адамы дейді да, ол эстрадада жарқырап көріне алады, операда да жарқырап көріне алады. Сосын ең биік әйел дауысты, сосын ең жуан ер дауысты. Сондай нелерді салыстыруларын келтірді. Сондықтан да ол көптеген жобаларға сұранып тұрған адам дейді да, таланты жағынан, басқа жағынан. Мен кітабым былай деп аталады негізі. Димаш, когда жаждут крика, история Сингер 2017 деп аталады. Тек қана мен Сингердегі бір жыл бар ғой, бір жылғанды ғана алдым, болды. Өзі 14 эпизод бол, сол 14 эпизодқа талдау жасалады. Соның арасында 6-7 тарау ілгерлі кейінді шегіністерменен оның балалық шағы, бозы балалық шағы, өнерге қалай келгені, қалай шыққандығы, әке шешесі, айналасы, туғаны деген сияқты мектептерде, колледжде оқуы сөйтіп келіп отырады. Содан кейін ең үлкен нәрсе, көңіл бөлінген нәрсе, бірнеше тарауды айтып. Мына, когда жажду крика деген сөзді мағынада тұр. Мына шыған дауысты неге аңсады осыншама жұрт? Тек қана қазақтың өзі емес, Қытай ғана емес, жалпы оңтүстік шығыс Азияның бір қатар елі. Одан кейін Европаның бір қатаралы, есенгі, тамада елдері. Енді мінекей Латын Америкасы түгелге дейін құлап жатыр Димаштың дауысына. Яғни шыған дауысты неге аңсайды бұлар? Демек, бұндай дауыс дәл қазіргі уақытта әлемнің әр көптеген халықтардың дискурсында керек болып қажеттілік деген сөз. Яғни бір қоғамға, заманға көңіл толмаушылықтары. Сол Димаштың дауысы, шығанға шыққан дауысы арқылы өздерінде сонымен бірге әлеуметтік қарсылықтарын білдіре ме деп ойладым. Бәрекелді, өте жақсы айттыңыз. Осы жерде сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа Мәкең осының алдында мына ренессанстық бір кенеттен келетін бір өзгерістер туралы, жаңалықтар туралы бір жақсы әңгімелер айтып кетті. Осы Димаш қандай құбылыс өзі? Және Мәкең осы тақырыпқа келуі жөнінде не айтар едіңіз? Өзі тарих деген, мына Пушкин айтпақшы, барлық ғылымдардың анасы деп бекер айтпаған ғой. Егер біз тарихты жақсылап зерттейтін болсақ, тарихта бүткіл адамзаттың қалай даму керектігі, қалай жолы, қай жерден қателік кетті, қай жерден сүрінді адамзат, бәрі жазылып тұр ғой. Мынау 90-шы жылдардың басында жалғыз ғана түрік мемлекеті бар еді ғой, суверенді, тәуелсіз. Ол Түркия еді. Ал 91-ші жылдың соңында дүниежүзінде 6, Түркияны қосқанда суверенді тәуелсіз мемлекет пайда болды. Сөйтіп даму жолына түсті. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, кездейсоқтықта болады. Бірақ барлық кездейсоқтықтар ол заңдылыққа баратын жол, менің ойымша. Ол мистика бәрі де болатын шығар, бірақ оның ар жағында заңдылық, сон тарихтың даму заңдылығы жатырған сияқты, менің ойымша. Сонда мына Реджеп Тайып Ердоған кейін 2000 жылдардың басында айтты, мүмкін жаратушы Құдай аузына салған шығар, 21-ші ғасыр түрік ғасыры болады деп. Түрік дегенде ол тек Түркияны айтып отырған жоқ. Мынау дүниеде 30-ға тарта түрік халықтары бар ғой, оның ішінде 6 суверенді тәуелсіз халықтардың. Оның ішінде енді Қазақстан, менің ойымша, мен осыған толық қосыламын. Өйткені еш нәрсе кездейсоқ болмайды. Мына біздің боксшылардың дүние жүзіндегі өткенде рейтингте нөмір 1-ші болуы.
біздің Димаштың нөмірі бірінші әнші болуы, мына біздің шахматшы қыздарымыздың дүниежүзінің чемпион болуы, жуырда ғана Бибісара Асаубаева дүниежүзінің чемпионы болды. Оның алдында Жансая Әбдімәлік чемпион болды. Оның алдында Динара Сәдуақасова. Енді спорттағы ең бекзат ойын ол шахмат қой. Бұл ақыл ойды талап етеді. Тағы бір фактіні біз үнемі айтпаймыз. Мына біздің оқушылар дүниежүзілік олимпиадада математикадан, физикадан, информатикадан, биологиядан болатын дүниежүзінің 193 мемлекетінің ішінде 2006 жылы ұмытпасам Вашингтонда болған олимпиадада қазақ оқушылары қазақ мектебінің. Ол олимпиада ағылшын тілінде өтті, задачалар ағылшын тілінде беріледі. Сонда 5-ші орын алды, 6-шы орын алды. Сонда бізден кейін, біздің оқушыларымыздан кейін мынандай Германия, Жапония, Франция сияқты алпауыт елдердің бірінші рет қатысып отырып 5-ші, 6-шы орын алу деген, одан кейін ол тағы қайталады сол жетістіктерін. Осылардың бәрі нені көрсетеді? Математикадан, физикадан, биология, информатикадан ғылымның ең басты пәндерінен біздің балалардың дүниежүзінде алтын, күміс, қола медальдар алып келуі, бұл ренессанстың басы. Сондықтан бұл вокал өнерінде тіпті олардың бәрінен асырып, Димаш асырып жіберді. Сондықтан мен бұның бәрін жақсылыққа жоримын. Осы жерде мына Ессеннің тілі деген сұрақ туады. Үшеуіңізге де қатысты. Мына Мәкең орысшада жазады, қазақшада жазады, екі тілде, иә? Бірақ енді қазақша жазған эсселердің тілін қарасақ, біздің бірде-бір жазушыларымыздың тілінен кем түспейді. Тіптен одан да көркем деуге болады. Автор болатын болса, яғни энциклопедиялық деңгейдегі білімі бар. Қай салаға салсаң да ағып тұратын, және жаңа өзің айтқандай қазақтың қазыналы қаймағы бұзылмаған тілінде меңгерген. Сосын мынау Лермонтовтың, Пушкиннің тілін кез келген орыс жазушының деңгейінен жоғары болмаса кем емес меңгерген адам болатын болса, және мынау творчествоның мынау ішкі интуициямен, оның психологиясын сондай өте сезімтал музыканттарға тән слухпен сезетін автор болатын болса, мен ойлаймын, ол Мақсат Тәжімұрат деп ойлаймын. Димаш туралы кітабының негізі жанры оның биографиялық эссе. Бірақ кең тұрғыдан алып қарағанда бұл социо-мәдени әлеуметтік зерттеу. Көлемі 1400 бет, Шолоховтың тынықтауына 100 бет жетпей тоқтадым. Осы Димаш тақырыбына тағы бір кітап жазған бізде. Бір қаламгер қасыңызда отыр, мына Қанат Әбілқайырда Димаш Құдайберген туралы кітап жазып шықты. Аты қандай? Аққұба бала Майкл Джексонға айналады деген. Аққұба бала Майкл Джексонға айналадының бағанағы Мақсат Тәжімұраттың шыған дауысты аңсау деген кітабынан қаншалықты айырмасы бар деп ойлайсыз? Тақырыптар мүлдем бөлек қой. Бұл кісінікі эссе, ал менікі жазушы ретінде таза прозалық 5-6 әңгіме жазылды. Жазылып бітті ғой? Жазылып бітті. Бәрекелді. Димаш туралы біздің әңгімеміз босаңси бастайды. Солай әлемдегі мына үлкен бизнес шоулардың адамдары Димашты іліп әкетеді. Содан кейін оны бізге қайыруы қиын болып жатады. Сарғайып күтіп, теледидарға қарап отырамыз. Ал енді осы Мақсат Тәжімұраттың шыған дауысты аңсау атты кітабы да сондай кепті бастан кешпесін деп тілейміз. Кітап оқыңыздар ағайын.